Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Мен Сәкен Сейфуллин атындағы номер 5 көпсалалы мектеп-лицейінің 8 сынып оқушысы Бота Ақжарқын. Бүгінгі мақсатым тек оқушыларға ғана емес, барлық көрермендерге еліміздің мәдени, тарихи ескерткіштерімен таныстыру. Ескерткіштер ел тарихы. Ескерткіш елдің, халықтың мәдени мұрасының жалпылама атауы, тарих және мәдени ескерткіштерінің жиынтығы, мұражайлық көрмелік маңызы бар заттар мен жылжымайтын ескерткіштерді қамтиды. Қазақ даласы тарихи мәдени ескерткіштерге бай. Өлкеміздің батыс Қазақстан аймағында 300-ден астам тарихи ескерткіштер тіркелген. Тарихы мол ескерткіштердің түрлері өте көп. Әрбір елде өзінің ескерткіштері болады. Соған тоқтала кетсек. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Түркістан қаласында 14 ғасырдың соңында тұрғызылған ғимарат. Қожа Ахмет Яссауи дүние салғаннан кейін халықтың көп жиылуымен өзіне арнап соғылған кішкене мазарға жерленеді. Кейін бұл кесене мұсылмандардың жаппай тәуіп ету орнына айналады. Қожа Ахмет Яссауи кешені порталды күмбезді құрылыс. Оның көлемі 46,5-65,5 метр. Орталық залдың айналасына әртүрлі мақсатқа пайдаланылған үлкенді-кішілі 35 бөлме орналасқан. Кесененің ішінде мешіт, кітапхана, 2 сарай залы, сағана, тұрғындар бөлмелері, асхана, тағы басқалары бар. Келесі тарихи ескерткіштердің бірі Арыстанбаб кесенесі. Арыстанбаб кесенесі көне отыра жеріндегі сәулет өнер ескерткіші. Түркістан халқының арасында мұсылман дінін таратушы Қожа Ахмет Яссауидің ұстазы болған Арыстанбаб ата қабірінің басына салынған. Кесене дәлізхана, мешіт, құжырхана, азан шақыратын мұнара сияқты жеке бөлмелерден құралған. Кесененің ең көне бөлігі қабірхана болуы тиіс. Бұл кесене 12 ғасырда өмір сүрген діни көріпкел